Бүгін біз ауылымыздың ақсақалы, белгілі өлкетанушы Нығмет Ақсақалдан, Нығмет Жәмінұлынан сұхбат алайық деп отырмыз. Өзіңізді арнайы бір шақырып. Елбасымыз айтқан екен дейді, қарияларымыз халқымыздың қиядағыны шалатын қырағы жанары, қоғамымыздың қадірлі қазынасы деп. Енді қариясы бар ел қазыналы ел дейді ғой енді. Қанатты сөз бар халқымызда сондай. Қадірлі ұғымның бірі қария деген. Сол ауылымыздағы бір өзіміздің мақтан тұтар, бетке тұтар ақсақал ретінде біздің де бұл бастаманы сізден сұхбат алып көрейік деген ойымыз бар еді. Өзіміздің ауылдан Мұрабек ағамыз, білесіз е? Және мен Аман. Сол бұл бастама ретінде сізден алып отырмыз, еркін түрде сөйлесейік жаңаға. Біз ғана емес, сіздермен ғана емес, барша ауылдың жастары, кейінгі буындар бәрі білсін деп ауылдың тарихын. Сол себеппен сізбен кездесіп отқан жайымыз бар. Бізде бір аға сыйлаған, әке көрген ұрпақпыз ғой бәрімізді, өздеріңізді бастап. Сол себепті бұл халықтық тәрбие деп ойлаймын. Сол мектептің сіздерден жалғасып келе жатқан. Мұқағали айтады ғой жаңағы ақын, қариялар азайып бара жатыр деп. Рас, өздеріңіздей көпті көрген, көз көрген аталар арамызда азайып бара жатыр. Сол сізден бір сұхбат алып, сөз кезегін Мұрабек ағамызға береміз. Сұрақтарымыз бар еді, сізге арнайы дайындап келген. Сол. Алан міне ата сізге біріншіден осы міне бүгін алғашқы сұхбатымызды бастайық деп отырмыз. Енді еліміздің жалпы күркөлі аймағының тарихы, өлкетануын зерттеп жүрген өзіңізсіз. Сіз жалпы осы бізге кейінгі ұрпаққа айтар осы әңгімелеріңіз, өсиеттеріңіз болса, соны баспаға жазып алайық деген ойымыз бар еді. Енді бірінші алдымен қысқаша енді осы жалпы өзіңіз туралы бастамасын айтып өтсеңіз, осы еліміздегі жаңағы осы өлкетанулық іспен қашаннан бастап айналыса бастадыңыз, қалай ол жаңа сізге қалай осы неге келдіңіз салаға деген сияқты. Бұл енді әркімде кеңестік дәуірде біз осы оқығанымызда, жүрген тұрысымызда барлығы кеңестік дәуірдің социалистік идеологиясының тәрбиеленген соның таза кадрымыз ғой. Біз тарихты оқыдық, кеңестік дәуірдің ықпалымен жазылған өтірік тарих екен оқығанымыз. Соны жадымызға сақтадық. Ыңғай өтірікті жинақтап біз осыменен 60-70 жыл өмір сүріп, қазір енді біздің ойымызбенен мынау егемендік алғаннан бері адам өзін өзі бір танып, өзінің елінің тарихын ізденісе бастағаннан бері екідай оқуымыз бір бөлек, мыналардың айтып жүргені бір бөлек, екідайда қалдық. Сондықтан енді осы басқа ауылдың тарихының керегі жоқ, осы күркөлдің тарихын іздестіре бастауға ең бірінші себеп болған нәрсе біздің елде, мен өзі соғыс уақытындағы баламыз, жасөспірім. Біз бала болып далаға шығып ойнамадық. Соғыс уақыты ауылда шал мен кемпір 10 шақты ферма басында болдық. Әкеміз бақта, шешеміз дәйірке. Бізді осыған ұмтылтырып, осы елдің тарихына ұмтылтырған, о кездегі мектептің де, мұғалімдердің де сапалары белгілі жағдай ғой. Нұрбайлин Қасен деген ақсақал болды. Кешкі жақын сол ауылдың балаларының барлығы сиырды байлап болғаннан кейін жаңа кісінің үйіне барамыз. Соларда жиналамыз, ана кісі келмеген адамды баланы іздейік кәдімгідей. Бұл ата-ананың қарауындағы, контроліндағы мәселе. Бармасаң, үйдің ішінен ренжіп көресің. Бұны енді ертеде қазіргі тілмен аударғанда бұл халықтық педагогика. Халықтық педагогиканы бізге көзімізді ашып бірінші оқыта сол Нұрбайлин Қасен еді. Осы мына халықтық педагогика өзі основном 3 үлкен алып тақырыптан тұрады. Соны қанша жыл тұрсақ та, соны
Ана сол 3 тақырыптан аспайды. Бірінші тақырыбы кімсің? Өзіңнің ата тегіңді білу міндеттісің. Ауылыңның ата тегін білуге міндеттісің. Кімсің? Екінші қайдансың? Туған жеріңдің өлкөсін, туған жерінің қадір қасиетін, осыны білу сол кездегі баланың, ұрпақтың парызы. Бұл қайдансың деген екінші тақырып. Үшінші орыстың тақырыбы осы өмірге, жарық дүниеге келгендегі мақсаты не? Қандай мақсатпен келдің? Деген тақырып, сол осы үш тақырыптың маңында Қарсекең жарықтық. Керемет ақсақал таңды таң құрып соғушы еді. Керемет соғыстың осы мықты тәрбиесі әсер алып, кейін зейнетке шыққаннан кейін соғыстың осы халықтық педагогикадан қалған жаңағы азын-аулақ дәрісіміз сол себеп болды ғой деймін. Ауылдың тарихын өзіміз білгенше басқа көрші ауылдықын біліп тұрсақ та айтқан жоқпын, жазған жоқпын. Өйткені біреудің тарихын жазсаң жаңсақтық болады. Сол өзіміздің ауылдың тарихын естігенімізді, білгенімізді, ал енді ауылдың тарихын бізге жаттатқан кейін, оқытқан, 50 жылы көшіп кетті. Соғыстан кейінгі осы жас жігіт оқушымыз Ахметов Мағзұм деген болды. Бұл Ахметов Мағзұм деген адам өте керемет адам. Бұл кісіге арнайы тапсырмамен Қаныш Сәтбаев сол кісіге арнайы тапсырма берген. Екеуінің жазысып тұрған бір-біріне хаттары бар. Сол хаттары кейін қолға түсіп, оның барлығын сол хатты тіркеп, кезінде Ақбеттау журналында да жаздық, оққа шығарсыңдар. Иә, сол үйдегі бір жинақтаған жүген жазғанды да бар. Ахметов Мағзұм деген адам өте керемет адам болды. Осы енді Жаңғыз Баянауылдық емес, осы Павлодар облысының анархистердің берген документтеріне қарап отырсаңыз, Қанағаңның сол жазғандағы бәріне қарап отырсаңыз, осы Павлодар осы Керекудің әдебиетінің, ауыз әдебиетін жинақтаған адам. Фольклор танушы, фольклорын жинаған ба? Иә. Ана кісі Қанекең жазып атадың ғой, ана кісіге қарап. Академиядағы, ғылыми академиядағы әдебиет және әдебиет институты сіздің жібергеніңізді жазды, баспаға кітапқа қосты, жазды, өте керемет екен. Барлығы сіз туралы өте жоғарғы пікірде деп отырады. Оның амандық болса, біздің үйден соғыстың жазған хаттарын оқуларыңа болады, бар. Ал енді сол әңгіменің бәрі құлақта қалған. Өтірік жазбадық, өтірікті қоспадық. Осы ауылымыздың өлкесін танып, 2 кітап жаздым. Біреуі Ата жұртым жер тауым, екіншісі Құттаймақ кітабы. Ал енді үшінші бір кітаптың түгелі дайын жазылып отыр, бірақ кішкене қосатын қосымшалары бар. Ол енді амандық болса, ол да жарыққа шығуға тиісті. Бұл енді елдің тарихы, мұны жазып атқандағы, қазір міне өзі 82-ні бітіріп, амандық болса 83-ке шығып отырым. 83-ке шығып отырым, бір жазушы болып кетейін, каремат болып кетейін деп отқан жоқпын. Сол кейін ізденуші өздерінің сияқты жастар болса, осыларға сілтеме, осыларға бағыт, бағдар болу керек. Енді мына Аманның ақтары отқан қолында кітабының ішінде түгелі бар. Оның ішінде біздің елде мына Қаржастың бір бұтағы Мәмбет атамыздан жоқ. Неге деп сұрайсыз ғой? Мәмбет атамыздан кешегі жарылғап берді болған керемет кешегі Шоқпар атамыз бар. Ел қорғау қалмақ қырғандағы Олжабайдың оң қолы болған батырлар. Бұны жазайын деп жатырып етім, осы мәлімет жинауға, сурет жинауға Темірболат туысқаным үйіне бардым. Теме мен осындай, оғысы менен 1-2 жас үлкен адам, теме мен осындай бір ойда жүрім. Маған барлық қолыңда барын, сосын ауызша айт, маған суреттерін бер, осыны өздерінің суреті, дәкенің суреті барлық қалмасын, бір тарихта қалсын.
Сонда темен айтты, "Ныға рахмет, келгеніңе рахмет. Мен өзім жазып жатырмын. Сізге реніш жоқ, рахмет, айтқаныңызға рахмет. Амандық болса, екеуміз қосарланып жазғанда қайтеміз" деді. Содан міне қалып қойды. Оған енді кейін ұрпақтардың қайсысына бірін айтайын. Мүмкін біреулер біздің атамыз жоқ деп ренжіпті деген шығар, көп суреттің ішінде. Біздің атамыз солай жазып алыпты деген шығар. Мынаның ішінде содан кейін мына Қойтастан ешкім жоқ. Неге десеңіз, Қойтас бертін келді. Өтірікті қалай жазайын. Ақсақалдардың танығанмен оның тарихын білмеймін. Сосын оны жазбадым. Соның міне қалғанын өзіміз білгеннен, естігеннен, жаңағы Мақаңнан естіген, Қасеннен естіген әңгімелерімізді қалтырмай жаздық, қалықпай ғана болады. Сол 3-ші кітапқа тағы да тіркеп жазып жатырмын. Бұл өзім туралы. Енді жаңағы да айттым ғой. Мұны өзі біздің баянға сүйіндігелі 1723 жылы ақтабан шорының қозғалысы басталып, содан ауған ел 1730 жылдары араға 5-6 жыл, 6-7 жыл салып даже осы елге келіп қоныстанған екен. Осы елге қоныстанған екен, қоныстанғанда қарап отырсаңыздар енді бір қызық. Ол арада мына 3 тау қатар тұр. Қызылтау, Желтау, Далба. Осы 3 тау осы границаға орналасқан. Осы 3 тауға жаңағы сүйіндік елінің аталары бөліп қоныстандырған ғой. Қызылтауға Күлікпенен Орманшы, Желтауға Қаржас, Ақпыра Тұлпар осыларға орналасқан, Далбаға Айдабардың балаларға орналасқан. Осы араға келіп біздің елде 3 тоз болыпты. Сарыдөң, Шоқпар, Желтау. Желтаудағы тозды менің әкем басқарыпты. Шоқпардағы тозды әйтім менен Сымақ басқарыпты. Сарыдөңдегі тозды Шекей басқарыпты. Сосын қалқоздастыру ұйымдастырған кезде 37-ші жылы ең бірінші Шоман қалқозы болған екен. Сосын жүрді? Шоман қалқозы. Сосын оның территориясы үлкен ғой. Сосын Шоманнан барып, соғыстың алдында 38-ші жылы Сарыдөңді бөлген. Сарыдөңді сосын барып бөлген. Сарыдөңнің ең бірінші басшысы Шекей. Шоманда ең бірінші басшысы осы елдің бұлай ғой. Ашаршылықтан ауып кеткен ел тоз болып бәрбірдігінің астында қалған жоқ па. Соның басын қосып, ер азаматтар ерен еңбек сіңірген сол Шекей жаңағы ашу, Шоманның басын ашу көрді. Сол кейін бір ағайындардың сөзі бұл, Шекей сол қараған жаққа сауғалап кетіп қалған ғой. Мал енді Қандадыр, Қойтастың ескі аты бұрынғы жер аты. Қандадыр. Қандадыр деп атау керек болмады ма? Сол 40-шы жылы Ақшыман Сақбоздың 2 отделениесінің Қарашеңгелден Сырым аталары көшіп келді. Бұлардың көшіп келуіне ең бірінші басты себеп 37-нің ұлаңы. 31-де көшіп келді деп еді ғой сұрымда? Жоқ, 40-шы жылы келді. 40-шы жылы келді ме? 40-шы жылы келді. 40-шы жылы келгенде бұған облыс полкомның ответ секретары Алыбаевтың өте күші болған. Алыбаевқа өткен адам Бәженеев Қайырбек. Алыбаев Бәженеевтің өтпіғаны екеуі нағашы жиен туған. Ұқтыңыз ба? Ана бұл елден ешкім қалмайтын қалды. Ананың бірін-бірі көрсетеді. Бүгін ана болдан 2 жігіт кетсе, мына болдан әбжатта көрсетіп 2 жігітті кетіру керек. Бұларды қысқасы қойдырылмадық, енді бірақ нәрсе көшіру керек. Қойтас деген жері бар, бұларда Қойтас деп атап алды ғой жердің бедеріне қарай.
сол госпонның жері, осыны жерді алып береміз. Аны ауданның бірінші хатшысы Бердіғұлов деген. Сол Бердіғұловқа алып айып сөзін өткізіп, Қойтастан алып берген 40-шы жылы. Қойтастың өспей қалғандығы. 40-шы жылы жаңа көшіп келіп орналасты, үйтті бүйтті. Жасшыға барлығы үй сала бастады ғой меншікке. 41-ші жылы. Соғыс басталып кетіп, біткені бітті, бітпегені бітпей қалды. Сөйтіменен ауылда тағы да кембір-шал болып қалып қалды. Осымен кішкене бұның шаруашылығының бәрі Қойтастың кенжелеу қалды. Дегенмен осы 53 жылға дейін айда тартты, 50 жылға дейін. 51 жылы ірілендіру басталды. Сосын үш колхоздың басын қосты, жаңа жаңа талапта Қойтасты шоудың басын қосты. Қойтастың бұрын аты большевик колхозы, ол шоудың басын қосқан болатын. Вот. Енді сонысын білеміз, енді өзіміз құралыптас. Ол едменен 51 жылы қосылған уақытта біздің елге сол 12-13 сол біз құралыптас жастар кеп қосылды. Біз бәрін білеміз, солармен бірге өстік, біте қайнадық. Ақсақалдары болды, қадірлі ақсақалдары. Ол кісілерге соғысып бітіп, бұл кісілердің бәріне Майскінікі. Майскінің обком партиясынан 2 мәрте кісі келді. 2 мәрте кісі келді. Соның комсомол комитетінің, соғыстан келгенде комсомол комитетінің секретарі мені атпенен райком 2 рет жіберді, келіп сөйлесті ақсақалдарға. Бірақ орнығып қалдық, шырағым, бала-шағалар осы жаша туып өсіп қалды. Біз қайтпаймыз деп, сол қайтпаса өтімен қалды. Артқа сөзі шақырдыңыз өзі оларды? Қайттан сол жаққа қайтыңдар деп? Қайтыңдар деп шақырды. Кісі жоқ, о жақтарда да кісі жоқ. Кісі жоқ қой. Бұны келген адам бұл әңгімені естігенім. Қазір енді аты жөні ойыма түспей отыр, ой құдай-ау. Мына Потанин Сақпызы, Бәлейжіл деген Сақпыз директоры болды. Әлгі кісінің бір кездескенде әңгімесі маған айтқан. 2 рет атпен бардым Қойтасқа дейді әлгі. Осы соғыстан кейін келісімен ауданда комсомол комитетінің бірінші хатшысы едім. Сол Потанинде осы көп жыл директор болды. Қызмет айтты, ой, кейін біздің ауылға баянға 2-ші хатшы болып келді. Ой, Алла. Сонымен керегіне гүрілдеген ірі сақпоз болдық, колхоз болдық. Өзі әңгіменің бірін айтып, біріне кетеміз. Сол жаңағы 3 жерге, 3 тауға келіп орналасқан сүйіндік көші атты тіреп, соларда көп жыл, ең азы 50-60 жыл жаңағы тауларда қыстап отырыпты. Мына көштің бір басшысы, көшті 3 адам басқарған ғой. Көш басшы Едіге, Айдабол Едіге би, Батыр Олжабай Батыр. Сосын көш қонменен жаңағы алдағы әскерді қалыптастып тұратын солардың тамағын бәрін Сәти. Сол Сәти'на біздің Саршоқыда 70 жыл отырыпты. Біздің Саршоқыда ол туралы менің неде бір Ана Ақбеттау журналында жазғаным бар, сол дәлелдеп, қалай 70 жыл өткені. Шорман біздің неде туып, Саршоқыда туыпты. Оның Шорманның әкесі Күшік, Сәтидің баласы. Күшіктің ағайынды 3 адамға күнсіп едігі ғой, байгысы, жаңғысы Күшік шөуіне күнсіп. 3 қасқа шөуді жігіттердің марғасқа сет. Сол 3 қасқаның бейті біздің Сартаудың бауырында. Бертінге дейін үлкен бейт болды, жайлың құп салған. Оларда сол Шорманның әкесі Күшік жатыр. Сонда солардың ата жұрты әне жерде болған. Бұл кісілердің әңгімесі соларды қыстағандағы туралы Мәшекеңнің бір Наурызнама деген кітабы бар. Сонда да жазылады, жақсы жазылады. Енді 41-ші жылы бүкіл қалмақты қуып тазалап, Баянның жерінен қуғаннан кейін шіркін сол кездегі далалық демократия қандай күшті болған. Келешекті өсіп өнуді ескере отырып, түгел еркек кіндіктіге жер бөліп берген ғой. Сосын жерді бөліп беріп алып, бәрін жайластырғаннан кейін түгел көшіп қонып, бәрі жайғасқан. Содан Баянауыл елінде, міне содан бері біз сүйіндік елі жатырмыз.
Енді анау әртінде сол қалмақтардан бұрын біздің Баянауылны уақ тайпасы мәкендет деген ана Жамалиден қожаның бір жазғаны бар. Уақ тайпасы нетіпті, мәкендетті. Өйткені Баянауылда Жаманауылда деп өтпейме. Жаман деген уақтың батыры. Сол батырының аты. Сол уақтардың батырлары, тәуірлердің бейті. Анау Қарасусақ болсын сыртында Қарайғыршаты деген үлкен жер бар, соларда үлкен қорым бар. Бәрі сонда көрінеді, бұны солар еді деп мәшеген жазады. Вот содан бері дәурендеп өсіп жатырмыз, өсіп өндік. Соғыстың да зардабы жойылды, бәрі жойылды. Елдің бағына Қонаев деген хатшымыз болды. Қонаевтың енді керемет елге деген оғыстың қамқорлығы, паналығы керемет болды. Енді одан бері де әртүрлі бір секіртпелі жағдайлар келіп жатты. Дегенменен Қонаев осы біздің елді өсіп өркендеуіне қатты еңбек сіңірген адам, осы сол Брежневпенен достығын пайдаланып, өз үшін емес, халық үшін жұмсады. Енді ол керемет адам болды. Вот солай, осының бәрін ептеп сол сендерге не болсын деп жазып жатырым. Бұл Южныйдағы сол Сүйіндік елінің азғана тайпаларының ауылының қоғамдағы болған барлық түгел өзгеріс, сол қалмақтарды жеңіп, қалмақтармен соғысынан бастап, соғысынан кейінгі Кенесары қозғалысы, ашаршылық қозғалысы, Совет үкіметінің орналы қозғалысы, осының барлығы жеке тақырыппенен осы мен мына амандық болса радиоға берген бір материалым береді. Соны енді қолыма түссе сендерге берейін, соны сендер әлбен қарай дамытып өздеріңіз қыла бересіңдер ғой. Ойындайындар. Осы. Жақсы. Алаш, мысалы кезеңіндегі 6 адам жаңа кімдерден бар, солар туралы біраз кішкене. Өйткені біз мысалы жаңағы Қошке Кемеңгеров пен Жұматжанинді ғана мысалы білеміз. Қошке мен Жұматжанин кітабын оның өзін мысалы осы 90 жылдар біле бастадық. Жұматжанин. Ал енді тағы да жаңа жол өткенде барлық байыпта дейді, тағы да мысалы атын біз білмейтін жаңа Күленовтар дейді. Болып атқан көптеген нелер бар екен. Ол енді мен оларға кейін бір не сосын тағы бір тағы да оралар. Дегенмен мына біздің елдің осы мына қоғамда болып атқан қозғалысқа атсалысатындығы сондай. Бір ғана Алаш қозғалыстан біздің ауылдан 7 адам шыққан ғой. 7-еуі де Алаштың ардагері. 7 адам. Керемет қой. Бір ауылдан 7 адам шығу деген. Енді ол және бұлай ғой. Сол шыққан 7 адам осы біздің ауылдың қандай да болсын тұрғыны менен не нағашы, не жиі, не туған туысқан болып шыға келеді. Ол кімге кім дейсіңдер ме? 7-еудің. Қандай? Жұматжанин. Мен мынау екеуі. Иә, Қошке Кемеңгерұлы. Иә. Ары қарай айта беріңіз. Барлыбаевтар жоқ, Нұрғали, Мерғали деген бар. Олардың партийный аттары Кадаленко дейді. Ағайынды. Иә, Мерғали, Нұрғали деген адам Кадаленко деп қойып жүрген андағында бар. Иә, бар болу керек. Адам фамилиялар ана кішкене жаңалыққа отырам. Екеуі де керемет болған адам. Ана Мерғалия бірінші Ленинградтан сол 24 жылыма геолог келген. Бүкіл мынау Қаратау, түгел тексерген осы күнге дейін Мерғалым сайы деген сай бар. Керемет. Неде ғой? Оңтүстік Қазақстанда ғой? Иә, Жамбыл облысында. Ахметолла Барлыбаев деп жазыпты. Мерғали Қадылбекұлы, Мерғали Төлеутаев, Сәрсенбаев, Төлеутай Әбілдәуұлы деп жазыпты. Иә. Кадаленко Нұрғали деп жазыпты. Енді осыған
күлөнттерде осы айнам хат пенен сәлем хатты. Ұқтыңыз ба? Иә. Қарамат енді. Ана кімдер осы туралы мәліметті кім көп жинады енді. Онда бар енді. Сайлау. Бай болсын. Және енді бізде еще мында тағы еще деп тағы да айтатын мына әулиелер бар, 7 әулие. Одан басқа Жақып балуан бар. Сол туралы білейік деп еді Жақып балуан. Лагерде жазылған ғой. Иә. Ол енді ана кітап мында жоқ па екен? Мында айтылған неге Жақып балуан туралы. Енді анда бар енді. Ана кітапта толығы. Жақсы түсірді оны кесін қолыңа. Иә, міне сіздің кітабыңыз қадірлі Мұрат ініме сізге ізгі ниетпен Раминовтар әулетінен деп 2003 жыл жазып беріпсіз өзіңіз. Мұрат Ақсақалға берген ғой, Мұрат Ақсақалға беріпсіз ғой. Жазып беріпсіз ғой. Соны мен оқуға алғам. Содан бері қайтармай жүрмін әлі. Қайтарма? Жөн ол кісі іздейді ғой. Іздейді ғой, апарып берем ғой бір. Екеуіңде енді амандық болса, ғылыми жұмыспен айналыссаңдар, осыдан сақ болу керек. Ажылықтың майлы басын өзіңе қарай тарту дегенді білесің ба? Түсініп тұрмын. Енді ондай болмайды шығармыз енді. Мынау қайсы екен, шекей туралы емес пе? Шекейдікі иә. Мен сізге қоятын сұрақ. Мынау міне, Майлтонның несін қойдық қой. Сол жерде Сәрсенбай бұлағы, кімнің атын аталған екен Сәрсенбай бұлағы. Сіз жазғандай, мында соны түсіндіріп берсеңіздер, кейін кезде Сәрсенбай деген адамдар көбейіп кеткен екен ауылда. Жаңағыдай тартып отыр. Иә, өзіне тартып отыр, жаңағы айтқандай Сәрсенбай деген. Жылықтың майлы басы өзіне. Сол. Ана Қосым туралы ақиқат деп Баянтау газетіне біздің өзіміз кім жазыпты? Мұрат Аяға. Мұрат Аяға. Ақиқат деп қашағасы. Оқыдым. Мына менің шешем айтады. Ғұмырымда ер адамның мәйітін жууға қатыстым дейді. Біреу осы Қосымға. Қосым біздің үйде 32 жыл қайтыс болған ғой. 31-дің аяғыменен еді. Сонда біздікі Әрмен Төлтайдың басында. Төлтайдың аяғында Мақашта Әбдірахман. Сол Әбдірахманға ана жақтан арбамен сүйретіп алып бердік. Өз аттар бағда ештеңе де жоқ. Ашаршылық. Сол Әбдірахман екеуі бетпен қарсып жаңағы кісіні жерлейді. Ұқтыңыз ба? Енді анау Құдай әлгі халықты ашаршылықтан алып қалды. Қоянды жәрмеңкесін бірдеңелерді алып кетіп жазады. Ақырғы қоянды жәрмеңкесін қай жыл болғанын білмей тұр ғой. Ақырғы қоянды жәрмеңкесі тіпті ерте болды. Біреулер 21 дейді, біреулер 20 жыл дейді. Ақырғы қоянды жәрмеңкесі. Ұқтыңыз ба? Одан кейін карточка басталып кетті ғой. Ауыл туралы жазған не дейді ғой, иә? Қосым туралы ақиқат деген соңғы Мұрат жазды ғой. Қосым туралы ақиқат деп. Енді ол да бір жерден алып тұр ғой, білмеймін, қайдан алып. Ол ана Амантай деген баласынан алып тұр. Иә, сол Амантайға Әбдірахман көрсетті деген не бар ғой, 76 жылғы апарып көрсеткен ғой. Амантайдың тіпті Қосымға 3 қайнасан сорпасы осылмайтын бала. Қозған ол. Қозған дегенде осы 175 жылдығы болды ғой, өткен жылы конференция болды ауылда. Сол кезде келді ғой жаңағы Амантай. Иә. Сол кісіге Әбдірахман атам көрсетіпті дейді. Неде, Шоманда жүргенге, өзі апарып Мақашқа. Ол жаңағы кімнің мәшінесі болған ғой. Әбдірахман көрсеткенде бәрі де шын. Иә, ол кезде менің әкем жоқ өтіп қалған. Сол Әбдірахман ғана қалған, соғысы көрсетіпті. Бірақ енді соны анау енді қалғаны дұрыс шошса енді. Әбіқан деген ақсақал ол кісі бір ақ жүрек адам, өтірік айтуды білмейтін адам ғой. Әбіқан сен көрген жоқсың ғой. Жоқ. Иә, біз білеміз. Өтірік айтпайтын, аңқылдап отқан адам ғой жарықтық. Соны ана өтірік ана қозғап. 3 қайнаса сорпасы қосылмайды. Қосымның баласы бар осы күні. Онда да бар екен. Жиені ме сөзі? Жиен болып келе ме сонда? Солай болып келеді. Жоқ. Оның әжесін Қосым алған ғой. Әжесін. Еріп келген бала. Әжесін. Ана әкесі неге еріп келген бала. Түсіндің бе? Түсінді. Әжесін Қосым алған.
Содан кейін қосын жаңағы 31-32 ашаршық басаған енді тастап кетті де біздің ауылға келді. Мен енді осы туған жерде топырағым қалсын, сүйегім қалсын деп келген батыр тектес адам ғой. Қосын туралы мен бір жазғандарым бар. Бармын да қазір оқып шықтық. Иә, Атаман Өскемен. Иә, батыр тектес адам ол кісі. Сіз енді қазіргі ауылдың өткенін білесіз, өткен түгел үлкен қариялардың бәрін көзін көрдіңіз. Ауылдың қазіргі уақытында білесіз жағдайын. Болашағы туралы қалай айта аласыз сіз? Өзіңіздің ойыңыз, біздің ауыл қазір мынандай не болып жатыр ғой, біздің тенденция болып жатыр ғой. Біздің ауыл бір жойылып кетуге жақын ауыл деп тұр ғой қазір. Адам саны аздығымен жаңағы. Ауыл жойылмайды. Ал енді Көше берсе бәрі қалаға. Иә, қалаға көше бергенде ауылда қазір мыналарға ақша, кредит анауменен субсидиямен бәрін жарылғаймыз деп жатыр ғой. Онымен ауыл никогда өркендемейді. Ұқтың ба? Міне осы барлық ғұмырымыз осы ауылмен өтті. Ең бірінші мына мал шаруашылығын өркендету үшін жерді сақтай білу керек. Неге қазақ ертеден жаз жайлау, қыс қыстау, күз күзем деді? Жерді, малдың тұяғы жерді тоздырмасын деп істеп тұр. Иә, жер жеке меншікке берілмеу керек. Жерде, ауылда бәрі бұрынғыдай үкіметтің меншігінде болу керек. Сонда ғана өркендейді. Әлихан Бөкейханов айтып кеткен солай. Жеке меншікке берілмесін деп айтып кеткен. Әлихан Бөкейханов кезінде қазақтың жері деп. Иә, ол енді Әлихан айтып жатқан шығар. Міне ол қазірде солай. Мал ауылды өркендетіп бұрынғы қалпына келтіру үшін жер осы ауылда жерде бәрі де үкіметтің меншігінде болу керек. Мынанда жеке-жеке болмау керек. Жеке-жеке болса никогда ол өркендемейді. Ауыл жүдей береді ауылда. Міне бұлай ғой. Қай шаруашылық болсын, мал шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы болсын өркендетіп істейтін жұмыскер ғой. Ең бірінші жұмыскерге жағдай тудыру керек. Сонда бар. Қазіргі байлардан мен қаладан арақ ішпестерді алып бар, соларға бақтырды, солар қақтырды, онымен ауыл өркендей ме? Өркендемейді, мал да өркендемейді. Оның бәрі бір уақытша бір жағдай. Уақытша жағдай. Қазір любой байды алшы. Жай енді Құдай өзі сақтасын, мен бұлай басқа пікірден аулақ, бұл енді ауылдың байлары қазір солардың балалары кейін соның жеріне ие болып қалады ма? Қалмайды. Өйткені ол оқиды, кетеді, қалаға кетеді. Анау картайды, ананың уақыты бітеді. Сол сияқты ол мемлекеттің меншігінде ғана болу керек. Сонда ғана ауыл өркендейді, ауыл өз орнында қалады. Ал енді біздің ауылдың енді келешегі шіркін жол бітсе ауыл орнына келуге лайықты. Дегенмен дәл қазіргі жағдайымыз өте ауыр. Өте ауыр. Ол құрақ ішкен мас жеген тоқ жүріп жатыр ғой. Бұл баянның картасы осындай істейік па деп ойлағанбыз. Маршруттан айтқан туристік не ғой? Схема сияқтындай. Енді айтайын, сұрай бер. Сұрақ дегенде енді бұл сұрақ емес, енді сіз өзіңіз енді мысалға дәл сізден кейін кімнен осылай бір сұхбаттасуға ауылдың, мен баян деп тұрған жоқпын, облыс деп тұрған жоқпын, өзі ауылымыздың бір адамдарын айтыласыз, осыдан кейін кімді ұсынар едіңіз сізден кейін? Тек өлкетануға байланысты емес, бұл жерде енді ауылда Рашид деген адамдар жаңағы бір нәрсесі бар, айтары бар адамдар, елім дегендер деп. Енді қиындау, енді жастар жағын біле қоймайым. Ал енді өздерін құратпас адамдардан енді сіз өздеріңдер де міне оқу дедіңдер, анау дедіңдер, мынау дедіңдер. Біздің жіберген қателікті сендер де жібердіңдер. Қолай шал өтіп қалады деп ойладық қой. Біз ертең сұрап алармыз, қойшы деп жүре бердік, қолды сілтеп. Енді кімді ұсынар еді? Онда енді жарайды ол сұрақ. Онда біз ойлап жүргенбіз, көрсетуге болатын азамат ретінде. Міндетті түрде сізді енді бәрі біле бермейді ғой олар. Енді иә. Аз болсын, көп болсын деп енді Сүтжанды айтуға болады. Сүтжан ағамыздан кейін. Иә, Сүтжанды айтуға болады. Қайда білейін, ауылда ұмытыңқырап қалдық енді.
Түсінікті онда. Түсінікті бізден де бір не сұрап отырармыз тағы да бір келесілерде. Тағы да оршым былай болсын. Сендер үйге келдіңдер. Барайық бір күні. Қаладамыз ғой, барайық. Біраз қыс түссін ата. Қыс түссін біраз. Содан кейін кімге шайды дайындатқызамыз? Алмасқа. Сосын дайындатқызамыз, өзіміз отырып әңгімені боқтатамыз. Осындай үстел жазып қоямыз, дөңгелек үстел жан-жақтан тұрып кәдімгідей. Әйнекті фарсқа ашып қоямыз, үй қайнап тұр жылы. Сөйтейік. Мен мынандай тағы бір сұрақ бар да. Иә. Көп сіздерден естеймін, Тоқтар Әубәкіров бізге жиен деп айтыла береді, мен өзім кейін кезде. Бірақ Тоқтар Әубәкіров біле ме екен бізге жиен екен? Білгенде қандай. Неге біздің ауылға міне ол енді неге келмеді деген нәрсе емес, неге біз көрмедік келгенін? Ол даладан келіп кетеді ол ар жақтан. Неге көрмедік біз кейін кезде келмей? Ол келмеді деп айтып тұрған жоқ қой. Ол көрмегенде қандай себеп болған білмеймін. Жертауға Тоқтар Әубәкіров келеді екен. Осындай аналарға лесінек жігіттер барлығы дайындалып жатыр. Соларға задание берем ғой әкім. Бір Қанат деген Бөкенбайдың ұлы болды. Әкіміміз. Кім еді? Қанат пе еді? Ерқанат. Ерқанат. Иә. Кішкене тыңдап едім. Мәштен мініп алып, кемпірім салып алып, мен де бардым. Ойбай жолығып қалайын, мынау керемет адам ғой енді. Танысайын, білсейін деп. Біздің ауылдың осы туған жиені, Сарттың. Мына Құрметтің шешесінің аты Шәмшия ғой. Әлгенженің бәйбішесінің аты. Шәмшия, ана кісінің шешесінің аты Қамия. Екеуі апалы-сіңлі туған, әкесі де бір, шешесі де бір. Ұқтыңыз ба? Осы мына Құрметті білесің ғой? Білеміз. Иә. Сол арқылы сырттан бұрыннан ақырын сондай хабарымыз бар да, сол айдап бардық. Барғаннан кейін ана кісімен әңгімелестік. Менен басқа шалдар да жоқ екен, жөнді әңгімелесетін жаңағай жастар анау-мынау. Сол екеуміз жеке кеттік енді, жеке әңгімелестік. Сарттың басында Желтауда ма? Желтауда. Жеке әңгімелестік, дастархан басында болмайды, менің жаныма екеуміз отырдық, әңгімелестік. Ондасаң да айтып қойды, жігіттер абсолют жетіп жүр ғой. Ол кезде 70-ке келген жоқпын да. Мына ақсақал әлі 70-ке келген жоқ, өзі ендігі сайлау болады. Мынаны депутат сайлайтын мына шал ғой. Осыны сайлауын неге сайламайсың мынаны? Деп қайта айтады Тоқтар. Керемет енді. Неге бұрын келмедіңіз деген сұрақты қойдым ғой. Неге бұрын келмедіңіз? Осы неге қазір ғана танысып тұрмыз? Өзіңе геройлықты қалай алғанын бәрін, ана Горбачевтың қиянат жасағанын бәрін айтып жатыр енді. 7 жасында әкесі өліп, бір жылы сол орыстың арасына кеткен ғой. Жетмескен. Иә, шешемнің ғана қарауында өстім. Шешем осы Желтау деген жер бар, нағашы жұртың ат жалын тартып мінгеннен кейін нағашы жұртың бір орнына барып қойды, сенің нағашың атақты Толыбай Батыр. Толыбай Батырдың жүрағатсың сен шырағым деп. Сосын әне жұмыс, мына жұмыс құдай қол тие ме? Көшеде машинамен келе жатыр едім. Бір аварийный ситуация болып қалды дейді. Шешем баяғыда өлген, дегенменен елес беріп қолымды қағып жіберді дейді. Бұлай болса өлдің ғой деп. Сосын жаңағы жаққа, соққан жағына қарай бұрылып кетіп, бір ағаш қырат, соған тіреліп тұрдым. Кішкене есім ауып қапты, есім жинап алып. Мәштен соларға тастай салып, үйге келіп жиналып. Шешемнің ағашшыларына бармағанымда есіме сап тұр екен ғой. Сразу тартты міне, содан келіп тұрған болса деп. Енді ол кісі бір керемет адам. Қазір қазақша қандай сөйлейді енді. Иә, қазақша қандай сөйлейді, керемет адам. Содан қысқасы ақсақал рахмет сізге. Жергінді Желтау деген мына кітаптың ең бірінші бастауын жазғанда. Сосын әгіні памятке беріп, мынау Желтау туралы нағашы жұртында жазған кітап. Ол кісі маған шафан жауып сөйтті. Шафаны бар ол кісінің әлі үйде. Ал енді бүгінгі сұхбатымызды тағы да жалғастырайық шай ішіп отырып. Бірақ енді келесіде жеке-жеке тұлғаларға тоқтап бір сондайға ауысайық. Жарайды. Несі үлкен үй бар ғой?
қайсы болсын елім шіркін ай елімнің әңгімесі шықса екен, жарық көрсе екен, кейінгі балаларға керек болады деп отқан жоқсың бәрі қайсы. Иә. Рахмет. Болыңдар ма? Жалға Құдай жақсылық бер, басқа амандық денге саулық бер Алла. Мына бастап жатқан бастамаларың тек Алла сәтті болып, қайырмен болып, мен өте қуанышта отырған адаммын. Осы ізгі бастаған істерің жақсылап аяқтауға Алла сендерге нәсіп етсін. Оны аяқтауға Алла тағала күш қуат берсін сендерге. Жамандыққа бармаңдар, жақсылықпен ғана жүруге Алла сендерге нәсіп етсін. Не берсең де ейілді қайырмен бер, Аллаху акбар. Иә, енді міне ортамызға осында Нығмет ақылымен сұхбат алып жатыр дегенді естіп, өзіміздің ағамыз Айбек ағамыз келіп отыр ортамызға. Ол қош келдіңіз. Сіздің де бір айтар тілегіңіз, не болмаса ұсыныстарыңыз бар шығар. Өлкетану бойынша, ауылдың тарихы, не болмаса болашағы туралы. Енді айтарымнан білгім келетіні көп негізі. Сол ақсақалдан соның бәрін тыңдайын деп, білейін деп осы жерге келіп отырмын. Енді Арман Қартай осылай кездесуде әлі дайындалып көреміз. Басы осы мамандық болса, осыны жалғастыра білу керек енді. Жалғастыра беру керек. Өйткені өзі не нәрсе болсын былай ғой. Bir әңгіме басталып қозғалса, өзі сол түрткілеп екінші бір әңгіменің тақырып болып жатады. Сондықтан осы шамаларың келсе, осыны тоқтатпаңдар, осыны қолға алыңдар. Бұл енді бір керемет бастама. Тек Алла тек сендерге қуат берсін. Осы алқып қойған мақсаттарыңа, жұмыстарыңа бәріне сәттілік тілейміз. Иә, мынау Айбек сияқты ағаларың осында бар болса, қатарларында шамаларың келсе көбейте беруге тырысу керек. Көбейте беруге тырысу керек. Осы қымызхананың басшысы жаңағы Қазбек дедіңдер ғой. Сол Қазбектің де бір қағырлары бар, адам негізі болатында. Енді қазір кім біледі енді. Осы сияқты азаматтармен тілдесу керек. Осы Қызылтаудың өңіріндегі анау Сайлау Байбосын ұлыменен байланысты күшейтіңдер жігіттер. Мен сендерді официально таныстырып, сендерді жолдас қылам, таныстырып кетем. Ол жас жігіт, алдыңғы жылы 60 жылдық тойына бардық. Екі баста үлкен мәжіліс қылып өткізді. Сонда соны бір свежий материал естідік. Соны Қостанай облысының бұрынғы еңбекшілер ауданы, қазір Біржан-Сал ауданының атына өзгерген екен. Сол Біржан-Сал ауданының делегация келді, әкімі бас болып. Сонда әлгінің жаңағы сайлаудың поздравить етіп бәрінің келгендегі шаруасын айтты. Бұлай деді шаруасы. Сайлаужан, мен бір халықтың аманатын алып келдім. Мен бұл Павлодар облысының адам емес, мен Қостанайдан келіп отырмын. Халықтың аманаты мұнау. Бөгенбай батыр қан құрау мемлекетінде хандықта қолбасшы болып тұрғанда, ана Ресеймен шекараға 1500 түтін 3 болыс жерді көшіген екен дейді. Шекараның күзетіне. Сол халық міне 3 ғасыр болды, соларда өсіп өніп жатыр. Бірақ осылар қанжыған екенін ғана білет, басқа өздерінің ата тегін әрмен қарай тарата алмайды. Тарихын айтады осы кісілер туралы. Ауылдың үлкен құймағұлақ ақсақалдарын айтады. Архивін айтады. Осыны біз саған сырттан қанжығалы елінің тарихын зерттегенге ырзашылығымыз сондай. Осыны бір қолың тисе, амандық болса, сен қолың тисе біздің кешиш деп үлкен қолқа салды. Енді осы сол кеше, буквально кеше алдыңыны
сөйлесіп едім, осындай шаруамен сол Қостанайға кетіп барам дейді, сол жоласы қолға алып жатқан сияқты. Енді оны айтып отқаным, сендердің осы ізденістерің, осы тарихта іздеушілер ізденіп, өздерінің қорларында көбейтуге сондай тілектеспін. Сендерді де басқа жерден, көрші аудандардан, көрші елдерден іздеп келіп, шырағым ай, сені таныспыз, сен біздің де елдің бір тарихына көзіңді салшайшы деген атаққа Алла сендерді жеткізуге нәсіп етсін айналайын. Бұл бір үлкен жақсы бастама. Жақсы бастама. Біздің ел действительно осы мынау Қызылтау, Желтау, Далба осы 3 аймақта өсіп өнген ұрпақ. Жері алтын тамырлы жер. Жері алтын тамырлы жер. Олай дейтінім бір ғана Күркеліден қандай бір қоғамда бір қозғалыс болмасын, сол қоғамдағы қозғалыстың Күркелі елі соған атсалысқан ғой. Кешегі Алаш қозғалысындағы бір ғана Күркеліден 7 Алаштың ардагерінің шығуы керемет емес пе? Керемет емес пе? Басқа бір елді мекендерді мен жай мақтаныш емес. Бірде-бір Алаштың азаматы шықпаған елдер бар. Мына бір ауылдан 7 Алаштың ардақтысы шыққан. Сондықтан осының барлығын сендер зерттеп жазып, шырақтарым, елдің атын, әруақтың атын шығарыңдар. Только единственная просьба, жалған жазба керек. Жіліктің майлы басын біреудің көзі қабағына, я болмаса қызметіне қарап бұрмаламаңдар. Соның дұрысын бәрін жазғандарың мақұл. Енді біздің ауылдың тарихына сол бір сүйенетін бір керемет материал, орталарынан қаржы жинайсыңдар ма қалай? Осы мына отырған Айбектің атасы Зейнебай ағамыздың ғылым академиясына тапсырған үлкен қолжазба қоры бар еді, соның куәгері менмін. Айбекжан, шамаларың келсе, сол қолжазбаға қол жеткізіңдер. Онда дүния өте көп. Ол кісі ерінбей, жалықпай, осы пенсияға шыққаннан кейін, сол көзі жұмылғанша осы мәселемен айналысқан адам. Оның куәгері мен, осының тірі кезінде сұрағам, әуелде айтып жүретін құрметке беріп кететін шығарым деп. Сол құрметте тарихпенен айналса қойғысы келмеді ме, болмаса заман сондай болды ма, қысқасы ол кісі сол картая келе ғылым академиясы тапсырып кетті. Қазір сонда жатыр. Фамилиясы қалай? Ержанов. Ержанов Зейнебай аты. Әлде документально Зейнелғаби ма? Осы документально бір шешім. Зейнебай емес, Зейнолла. 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 Біз енді Зейнебай дейміз ғой. Осыны сол қордан іздеу керек. Біздікі де кішкене үлкендерден естіген әңгімеміз жинақтап жазғандарымыздың барлығы сол бірінші сілтеме, сол бастау болсын сендерге деген бір тілек қой. Сондықтан енді осыны әрмен қарай жалғастырыңдар. Айналайындар, жалғастырыңдар. Ол кісі өзі тапсырып кетті? Нені? Жаңағы академия неге? Өз қолымен тапсырып кетті ол кісі. Бертін тапсырды сол, қай жылдар ол? 88-де қайттым ол кісі. Соның алдында 80-ші жылдары? 80-ші жылдарды шеш. Не істеу, не? Сосын сөйлесетін әкеті, не? Біреудің қолына бермейді ғой. Ол кісінің жинағы бай болды. Өйткені ол кісі ескі әңгімені, тарихты, елдің тарихын білетін ақсақалдардың бар кезінде жинақтай бастады. Өзі қолмен жазып отырмыз? Қолмен жазып отырды. Баспай емес. Сосын жаңа осы... Содан кейінгі екінші жинақтайтындарың, сол академияда Ахмет Мағзұмның Қаныш ақсақалдың басшылығымен сол ғылым институт, әдебиет және институтқа тапсырған қолжазбалар бар. Осылар қолға түсіп қалу мүмкін енді, байқаңдар енді.
іздестіріңдер айналайын. Болды енді басқаны айтамыз. Сосын жаңа осы бір жазбалар туралы біз мынандай бір не естідік, мына Шомандағы Садық Салық ақсақалдар сол кісілерден біреу баяғыда Қарағандыдан нелерге алыпты деп. Оның барлығын алған мына кім? Студенттерге алыпты жазбалар деп. Ол енді бұрын Совет үкіметі кезінде, одан кейін олар шықты ма, шыққан жоқ па сол? Жамбыл Артықбаев дегенді естідіңдер ме? Білеміз, тарихшы Жамбыл Артықбаев сол соғыс студенттерді басшылық жасап соғысы Садық ақсақалдығына келіп жатып жинақтаған соғысы. Енді өйткені ана Артықбаевтың бір әңгімелерінің бәрі көп қой. Соның бәрі сол Сәкен Жарықтықтың жинақтағаны. Ол Жамбыл Артықбаевтың жұмысы. Енді түсіндім. Айтарыңдар ма? Жоқ, енді біраз енді жаңағы сіз айтып өттіңіз ғой, сол жаңағы тұлғалар деп. Келесінен солар бұлай не бойынша бөлсек, жаңағы сіз айттыңыз, Ақтабан Шұбыраудан әрбір бәрі бері. Жақсы. Сол кезеңде бастасақ, бұлай деп, сол кезде мысалы Ақтабан Шұбыраудан заманы, сол кезде мысалы батырлар деп жеке бір, одан кейін жаңағы ұлт азаттық көтерілісі осы мына неден. Енді бұлай болсын, мен сендерге Сейтен Тайжан туралы жаңа біз что-то айтуға, сол кісілер осы жаңа біздің өңірде болған дейді. Мактапта бар. Соны түгел айтам. Оның бәрі былай. Қолдарыңа бір-бірден флешка тапсыруға мойнымалайын. Өйткені осы әңгіменің бәрін айтты бәлган жаңа Құралай деген қызым радиодағы. Жанымды қоймайды, шаршап отырам, үйге келеді. Аға енді мен енді деп бастайды, өзі бір өте бір оңды бала. Енді сол енді кейін тағдырын қалып қойғаны бар жаңағына. Осы мынау енді оның келіп қызығып жүргені, Баянауылда келетін мүсін тастар, ескілікті осыдан әңгіме айтсаңыз екен деп келеді әрдіргісі. Амандық болса айтам енді, кел деген бірақ тапсырған. Сен осы мен барлығын ана Сәнияға жібереді, соткаға. Керемет жақсы шығады. Сәния бүгін соткасын қиратып алып, ана жазғандардың бір өшіп қалды. Ал енді ақсақал бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Сізбен біз кездесіп, бізге уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға өте ризамыз. Әлі де талай кездесеміз деп ойлаймыз. Сондайға жеткізсің. Енді сөздің соның аяқтаған кезде өзімді оқып жүрем, Шәкәрім Құдайбердиевтің, Шәкәрім қажының бір өлеңін ұнап еді, соны оқып бітірейік. Иә. Жұрт не десе үйдесін, мен үшін ешкім күймесін. Өздері қылып шұбырып, ұйыққан иттей күйлесін. Айта алмайтын дұрысын, алаяқ бәрің ұрысын. Жуанды сүйеп, ел жеген басшыларың құрысын. Қазақтың көзсіз баласын, қаңғытып қайда барасың. Арынды сатып арамға, адалдап қалай аласың деп сол уақыттарда жазған екен. Енді бұл мәселе дәл осы әңгімемізге тіпті қатысы жоқ деп айтуға да болмайтын бір өлеңнің несі, егер түсінген адамға. Сіздей ақсақалдардан осындай әңгіме естіп отқан біз бақыттымыз. Келер ұрпаққа да осындай әлі ойлар қалдырады деп ойлаймыз сізді. Сізден үйренеріміз көп деп ойлаймын әлі. Рахмет. Тыңдарымыз да, естіріміз де. Сізге рахмет айтамыз. Сендерді көріп отырып қалай мен қартайып қалам, қартаймаймын. Осындай жақсы нотамен аяқтайық көңілді. Рахмет. Көз көрген хал жақсыма, жақсылықтар тілеймін әрқайсыңа. Бәріңнің де алатын өз орның бар, сендерді тең көремін шын асылға. Сырласқандар, сыйласқандар, араласқан туыстай боп қимашандар. Bir жүргендер, bir күлгендер, сендер аман болыңдаршы көз көргендер. Мынау біздің экспедицияға барғанбыз.
Былтырғы жылы. Былтыр міне мешіттің алдында осылай сіз үйде болдыңыз ғой. Мына бір мешіттің алдына шаттап. Біраз өткізіп жіберейін енді. Осы жерден бата алып шықтық та біз. Мына жабдық болады ғой. Жабдық болады. Міне сізге келдік, есіңізде ме? Жаңа Атай бар міне, Ерлан молда бар. Рүстем Қажы, Мұрабек отыр. Одан кейін Дадақта қалға батып сізден шыққаннан кейін баталық. Сосын міне, мынау нең ғой. Досжанға кетіп баратырмыз жаңағы. Жарылғаптан шықтық та Досжанға кетіп баратқан кезіміз мынау. Ерекең де жоқ қазір. Бірге солай жүретін бізбен бірге. Сіздің сол сөйлегеніңіз бар бізде видеомен, тарихи не деп жазғанымыз. Сол бір кішкентай ғана видеомыз бар. Мынау міне Батыр Тоғайға келе жатырмыз. Аспан ашық болсыншы тыныш заман, алдымызда бала шаға болсын аман. Анда-санда хабарласып біз жүрейік, жақсылықтар көруге келсін шаман. Сырласқандар, сыйласқандар, араласқан туыстай боп қимашандар. Бір жүргендер, бір күлгендер, сендер аман болыңдаршы көз көргендер. Сырласқандар, сыйласқандар, араласқан туыстай боп қимашандар. Бір жүргендер, бір күлгендер, сендер аман болыңдаршы көз көргендер. Сендер аман болыңдаршы көз көргендер.